Біріншіден біз өз-өзімізді таныстырып кетейік. Мен есім Берік, біреулер Баке дейді. Мына YouTube каналымыз бар, Instagramымыз бар. Біздің мекен-жайымыз Нокина көшесі 13Б, бұрынғы Солтан сауда орталығы. Қазір автотехцентр деп айтылады. 2-ші этаж, 73-ші бутик. Көбісінде біздерде мына аңшылар сұрайды. Приписной охотничье хозяйство Сарыбұлақ қай жерде орналасқан деп. Енді соны сіздерге түсіндіріп кетейін. Так, біз мына Ақтөбеден шығып, Талдысай, Алия, Талдысай, Қобда и Оралға қарай кетіп бара жатырық. Мына жерден бұрылып, Ойылға кетуге болады. Енді сол жол бойымен қиылған жерлері. Мына жерден Ақтөбеден шықтық та, міне Алияға келдік. Алияға келгеннен кейін мына Бұтаққа кететін сай. Мына жерде Бұтақ деген ауыл бар. Сол кезде мына Қобдаға бара жатқаныңызда сол жақ беті. Мына жерде аншлаг бар. Міне Талдысай деген жер бар. Мына жерде де аншлаг бар. Мынау Сарыбұлақтың территориясы. Осыраға біздерде путевка Құсқа орналасқан. Құсқа бар осырада біздің путевкалар. Құсқа, аңға осыраға бізде осырадан беріледі. Жаңағы айтқан адрестен. Ақтөбеден шықтық. Алиядан міне Бұтаққа кететін сай. Талдысай, Қобдаға келеміз. Қобдадан сосын біздер Калиновка, мына Ойылға қарай бұрылып кетеміз. Калиновка деген жер бар, Бегалы деген жер бар. Бегалыға жетер-жетпес тағы да бұрылып ішіне қарай кіріп кетеміз. Мына Абдыбұлақ деген жер. Абдыбұлақтан кейін қарай қайтады Сарыбұлаққа. Сарыбұлақтан Константиновка деген жер бар. Сол жерге қарай келеді. Мына жерде Рождественскиймен қосылып, Саркөл приписной охотничье қосылып, қапталдасып, қайтадан жолға қайтып келеді. Осы территорияға бізде путевкалар бар. Соны реализовать етеміз путевкаларды. Так, енді орысша. Так, уважаемые зрители моего канала, это наш визитка. Можете посмотреть. У нас также YouTube канал есть, Охота, Актюбе Охота. Мы находимся по улице Нокина, 13Б. Это бывший торговый дом Султан. Сейчас в данный момент автотехцентр, 2-й этаж, 73-й бутик. Так, электронная почта, телефон, WhatsApp, все у нас есть в наличии. Так, как вам объяснить? Так, Актюбинский, вот вы с Актюбинска едете в сторону Хобды. С Хобды можно поехать в Уральск, и также в Ойыл можно поехать. Здесь мы выезжаем с Актюбинска, здесь, не доезжая Алии, вот Алия, вот, после Алии получается, в сторону Булак. Вот здесь идет балка, вот с этой балки она начинается, вот эта территория, приписное охотничье хозяйство Сарыбұлақ. Талдысай вы проезжаете, получается, когда в сторону Хобды едете, получается левая сторона. Хобда, вот не доезжая Хобды, вот она чуть-чуть населенный пункт, как бы не входит в эту территорию. Территория Хобда полностью, как бы населенный пункт, она и так не считается как бы охотничьим угодьем. Вот с Хобды выезжаете в сторону Ойыла, получается у нас Калиновка, вот здесь Бегалы, и здесь Абдыбұлақ, Сарыбұлақ. Вот эта вся территория, она как бы входит в приписное охотничье хозяйство Сарыбұлақ. Вот такие вот дела у нас.